Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін осындай сырники пісіретін боламыз. Ал ендеше бастайық. 500 грамм творогымыз құрғақ болу керек. Осыған қантымызды, тұзымызды, жұмыртқаның сарысын, яғни 2 жұмыртқаның сарысын, желтогымызды салып, вилкамен осылай араластырып аламыз. Блендерлемейміз, блендерлесек езіліп кетеді. Сосын аз-аздан ұнымызды салып отырып, тағы да араластырамыз. Араластырғанда осындай қолға ұстағанда жабысып өзінің формасын сақтау керек. Осы массаны 30-35 граммнан бөліп аламыз. Ұзын колбаски сияқты қылып бөлуге де болады. Мен өзіме осылай ыңғайлы болғасын бесиға 30-35 граммнан бөліп алдым. 17-18 штук сырники шықты менде. Осылай видеода көрсетілгендей ұнға барлық массамызды шарик қылып, аунатып, формаларын келтіріп алдым. Осындай стаканның көмегімен формаларын келтірдім. Подностың бетіне одноразовый мешокты жайдым да, барлығын осындай формалап тізіп қойдым. Сосын бұны морозильникке, яғни мұздатқышқа 1 сағатқа, 2 сағатқа қатырып алдым. Менікі бір түн тұрды. Осындай күшті өзінің формасын ұстап, күшті болып қатып тұрды. Осылай бір қатырып алып пісірген жақсы, өзіңізге ыңғайлы болады пісіргенде. Сковородкаға азғантай сұйық май құйып, осылай екі жағын аунатып, баяу отта пісіріп алдым. Бірінші жағын пісіргенде әуелі қақпағын жапқан жоқпын, екінші жағын аунатқаннан кейін барып қақпағын жауып, астын баяу отқа қойдым. Осымен біздің сырникиміз дайын болды. Ұнның дәмі шықпайды, іші де сырты да дәмді болып, күшті болып пісіп шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.